Мен Қуанышев Аманқос Бекболатұлы, осы Атырау облыстық ауруханасында хирургия бөлімшесінде хирург дәрігері болып жұмыс жасаймын. Осы салаға келуімнің себебі, бірден бір себебі кішкентай кезімнен хирург болу арманым. Атырау облыстық ауруханасында хирург дәрігерлердің мамандықтарының аздығы бәріне себеп болды деп ойлаймын. Мен өзім Ақтөбеде Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина университетінің хирург дәрігері болып бітіріп, 2018-де бітіріп, 2020-ға дейін Құлсары қаласында жұмыс жасадым. 2021 жылдан бастап осы Атырау облыстық ауруханасында хирургия бөлімшесінде хирург дәрігер болып жұмыс жасап жатырмын. Бұл хирургия мамандығы өзінің қуанышы мен қиындығымен қатар жүреді, және де біздің бөлімшеде 24 сағат бойына көптеген оталар жасалады. Қазіргі уақытта осы Атырау облыстық ауруханасында және де осы меңгеріп келген тағы бір мамандығымыздың түрі ол тері арқылы, бауыр арқылы өт қалталарын, өт жоларын дренаждау болып табылады. Ол қазіргі уақытта Алматы қаласында оқылып келіп, осында жасалып жатыр. Қазір Атырау облысында жасалып жатыр. Сонымен қатар бөлімшелерде, басқа бөлімшелерде де осы дәрігерлік кеңестер жасаймыз, қабылдау бөлімінде кеңестер жүргіземіз. Қазіргі уақытта бөлімшемізде көп кездесетін диагноздардың бірі жедел аппендицит, жедел өт тасты холецистит, жедел панкреатит және өт тас және ұйқы безінің басының қателі ісіктері. Сонымен қатар төтенше жағдайлардағы және жол көлік оқиғасында болатын көптеген жарақаттар бәріне ота жасалып жатыр. Қазіргі уақытта көп кездесетін диагноздардың бірі өт тас жолдарының аурулары көптеген асқынулармен келіп түсіп жатыр біздің бөлімшеге. Олардың 80-90%-ына ота жасалып, бәрі емделіп үйлеріне шығарылып жатыр. Сонымен қатар біз осы өзіміздің білімімізді жыл сайын басқа да ауруханаларда, басқа да облыстық ауруханаларда, Қазақстан бойынша көптеген ауруханаларда өзіміз біліктілігімізді арттырамыз жыл сайын. Қазіргі уақытта осы науқастардың көптеген аурулардың алдын алу себебі бұл тұрғылықты мекен-жай бойынша дәрігерлердің дұрыс кеңес берілуі, дұрыс қаралуы, уақытында қаралуы, сонымен қатар майлы тамақтан диета ұстап, майлы тамақ жемеу, ащы майлы қуырылған тамақтарды жемеу. Хирургия бөлімшесінің негізгі міндетіміз осы науқастардың емдеп, алғысын алып, олардың осы хирургия саласындағы, осы облыстық хирургия саласын дамыту болып табылады. Және де осы алға қойған негізгі мақсатым осы облыстық аурухананың хирургия бөлімшесін жоғарғы деңгейден көтеріп, дамытуға өз үлесімді қосамын.